жұмыс істейтін боламыз. Алдымен аудан әкімі қысқаша бір 5-10 минутқа баяндамасын талқылайық. Важно отметить, что в текущем году в рамках благоустройства дворов и общественного пространства 6 скверов, 27 коммерческих организаций и 96 по линии управления цифровизацией установлено 400 камер. Сносқа 20 жыл болды, сносқа кетпей жатырмыз. Снесли мое общежитие, и я до сих пор не могу документы получать. А это мне дала не государственная квартира, а мне КСК АИДа дала, когда я там работала. Трудное время мне было, я там работала и получила за них маленькое помещение, 13 квадратов. Теперь не могу я департамент жилья документы взять. Если у вас какие-то меня все документы есть, на имя, мою фамилию, все документы есть. Мы поможем вам собрать документы, обратимся в суд и решим вашу проблему. Пожалуйста. Все, договорились. Мен екінші рет келіп тұрмын. Қазір газдың бағасы 170 теңге болып кеткен. Оның алдында 110-130 теңге болатын. Бағасы көтеріліп кеткен. Сіз неге осы қала әкімі ретінде қадағалап бақыламайсыз? Жаңа бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Газдың бағасын реттеу бұл әкімдіктің құзыретіне кірмейді. Біріншіден, оны арнайы энергетика министрлігі мен антимонополдық комитет бар, солай айналысады. Сіз маған әлеуметтік желіде Instagram, Facebook парақшасында жазыңыз дегенсіз. Сосын сіз мені жаңа комментарияларымды жасырып қоясыз. Енді оған қоса мен сізді белгілей алмай қалдым. Доступты ограничить кетіп тастағансыз. Неге сонда қаланың жаңағы проблемаларын білгіңіз келмейді ме? Білмеймін, ондайды мен бірінші рет естіп. Менде дәлел бар. Мен ешкімді шектемеймін, ешкімге ешқандай ограничение қоймаймын. Менде сол дәлел бар, көрсете аламын. Көрсетіңіз. Келесі микрофон. Осы жерде 200 метр жерде тұрып, Абай мен Брусиловский көшесінің бұрышында жекеменшік жер үйде осы жердің тумасымын негізі өзі, туып өскен. Енді қаланың ортасында тұрып, көмір жағып отырмыз да, соған газ құбырын неге келмейді біздің маңайға? Жалпы мына сіз тұратын жер ол реновация аумағы. Жалпы сносқа кетеді болашақта. Қай уақытта кететін болса? Қазір ғана әкімдеріңіз, аудан әкімі мына жоспармен сіздерді таныстырды ғой. Нақты өзіңіздің мына мекен жайыңызды айтсаңыз, оны нақты сізге айтып. Қашан болады? Сіздің жеріңізде қазір отвод бар, действующий компания Ғаламат. Сол компаниямен қазір сізді кездестіріп, ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы біздің жоспарымыз келе жатқан 2 жылдың ішінде толығымен ол массив реновацияға кетеді. Сіздің тұратын жеріңіз Ғаламат компаниясы. Сол компания отвод алды. Олар қазір келісім сөздерді бастады, келесі жыл жалпы бұл мәселені шешуге тиісті олар. Халықтың өзім атынан да, мектептің ата-аналардың атынан да шығып жатырмын. Бірінші сұрақ бізде асхана жағында айтып кетейін дегенім, өзім көп жылдан бері әр асханада істеймін, официант болып жұмыс істеймін. Сол жерде мен көріп жатқаным, осыны қанша Фейсбукта жаздым, бірақ қол алған жоқ. Көп мысалы жаңағындай тамаққа келген кезде официанттың адамы аз болғаннан кейін, мысалы 900 балаға, 350 балаға болса да, 3-ақ болмаса 2-ақ официант қояды. Сол ақша аяп мысалы жаңағындай асханаға компоттар мысалы біз үлгермейміз. Әр уақытты 15 минуттан болған кезде, жасаған кезде біз үлгермей қаламыз. Сол кезде мен кейбір қыздарды көремін, жанталасқан кезде ана компот алады, ана компот араластырып қоя салады. Білесіздер ме неге екен? Өйткені үлгермегеннен кейін. Сонда балалар қаншама уланып жатыр міне мектепте. Сосын екінші асханалардың көбісінде тамақты білесіздер ме қалай тастап жатқан мусорға. Біз оны білмеймін, қалай санитар тексеріп жатқан. Ама тамақ кастрюль болсын, первый болсын, второй болсын мусорға саламыз да, апарып біз ана неге контейнерге лақтырамыз. Оны мен айтпасам болмасқа, өйткені қаншама Фейсбукқа жазып жатқан ешкім елемей жатыр оны. Ол обалға, қасіретке де келіп жатқан бұл жағдай емес пе? Ата-ана, мына білім басқармасының орынбасары боламын. Сіздің сұрағыңыз бойынша бірінші бізде қазіргі күні конкурстың негізінде бізде жұмыс жүргізіледі. Сол арқылы бізде поставщик белгіленеді. Қазіргі күні бізде меню бекітілген. Ол меню бізде Астана қаласының медицина университетінің согласование алынды. Енді тамақ ұнамайтын, сіз комиссия екенін айтыңыз, біз бракеражный комиссиямен оны қараймыз. Лет 15 или 20 назад, я не знаю точно, что действительно на городской набережной может принять сам эти изменения. Мы с удовольствием их примем. Да. Но новая улица там будет строиться.